Ассалаумағалейкум баршаларыңызға. Рамазан айы құтты болсын. Жұма күні құтты болсын. Бүгін жұма күні. Бұйырса, өткен видеодағыдай айтқанымдай, алдыңғы видеода айтқанымдай контент жасаймыз. Сәл кешігіп қалдым енді. Біраз жүріп қалдым, жұмыстардан босамай қалдым. Ораза басталып кетті дегендей. Енді оған қарамастан бұйырса жолға шыққалы жатырмыз. Жүк іздеп жатырмын қазір. Бір жүк таптым. Маңғыстауға, Жаңаөзенге таптым. Тағы іздеп отырмыз қазір. Енді екі көзімізді алмай, төрт болып. Индрайверден іздеп отырмын. Басқа да жерлерден қарап жатырмын жалпы. Әзірге шықпай жатыр. Бірақ енді қазіргі тапқан жүгім 250 килограммдық колбаса, бұйырса колбаса тиіп аламыз. Бірақ ол дейтін аздау болып тұр. Толтыру керек. Не болса да толтыру керек. Ал бұйырса сәттілік тілеп қойыңыздар. Бұйырса бүгін жұма. Енді бүгін толтырып алып шығып кетуім керек деп ойлап тұрмын. Алла қаласа кешке қарай шығамын деп ойлаймын. Кеттік ал. Колбасаны тиюге барайық қазір. Колбасаны тиіп аламыз. Так, мынада енді көлігімде өзгерістер бар, оның барлығын жолда айта жатармын. Алып кеттік, мінекей. Неге бара жатырмыз қазір? Жүкті тиіп алып бара жатырмыз. 250 килограмм. Прицепсіз деймін ба? Прицепке бара жатырмын қазір. Прицепте қазір мен жалпы Старый аэропорттан қозғалып бара жатырмын, мінекей. Старый аэропорттан Асанға. Асаннан тиіп аламыз қазір жүкті. Және мінекей тағы бір заказ шығып тұр. Бірақ счетымды ақшам жетпей тұр қазір, ақшаны толтырып алу керек еді. Сосын ақшаны толтырып алып, қазір не істейміз, осыған заявка жіберіп көреміз. Мотоцикл дейді. Әлде мотоцикл алмай ақ қойсам ба екен, ауыр болар ма екен, қалай болады екен, Бірақ не болса да маған енді жүк толса болды прицепті. Қызық болып жатыр. Эмоциямен дұрыс сөйлемей жатсам, айып етпейсіздер. Қазір бұйырса прицеп тіркеп алып, сосын нені салып аламыз. Қайтын тиетін түспесі. Жаңағы қоямыз ба? Тағы бар ма? Ақтау. Ал тиіп алдық. Жалпы қатты сезіліп тұрған жоқ. Көреміз енді 250 килограмм ба? Қатты сезіліп тұрған жоқ. 5 коробка. 50 килограммнан колбаса деген осындай болады екен. Так, мұнда біреуге жіберіп қойып едім, мұнда қалдамаған ғой. Ақтөбе. Мынаған жіберейін дедім, әлі счетын толтыра алмай жатырмын. Ал, так, жүк тауып алдық, тағы бір жүк. Мотоцикл тиеміз қазір. Қазір бұйырса мотоцикл тиіп аламыз. Бірақ ол да аздық етеді. Тағы бір нәрсе қараймыз. По пути, кстати, Құлсарыға тағы да бір нәрсе салып отыр. Бұйырса сонда тиіп аламыз. Тиеу дегенде бір пакет. Мінекей осылай тиеп алдық. Мына мотоциклді мен бесплатно алып баратын. Индрайверге ақша төлемей, то есть. Короче, анда адрес жазылып тұр ғой, адрес бойынша келе салып еді. Адамдар ұмытып кетеді екен заявка беріп. Так, мына жерге тағы орын бар, бұйырса, тағы бір зат сияды. Мотоцикл өте жеңіл екен. Қазір бұйырса қатайтып аламыз бәрін. Тартып
ремендермен, стяжкалармен. Әдемі. Ал берса, жаңа мотоциклді тиеп алдық. Жаман емес, тұр орнында қазір. Бірақ сонда да қазір прицепті оборудовать етіп, прицепке қазір не салып аламын. Берса, жақсылап крючоктар салып, стяжкамен тартып салу керек болып тұр. Дұрысынан болсын деп. Жалпы осы екеуі барлығы 50 мыңға шығып тұр. Так, 50 мыңға алып тұрмын. В принципе, жаман емес, жоқтан тәуір, ұтылған жоқпыз. Бірақ тағы да бір орын бар. Берсе 70 мыңға толтырып жіберсек деген ой бар. Алла қаласа, көреміз қазір. Сол, берсе қазір тағы іздеп жатырмын. Кешке дейін іздейтін шығармын, мүмкін кешке ауыз ашып алып, жайлап асықпай кофемізді салып алып шығатын шығармыз. Солай дұрыс болатын бар. Атырауға жете алсақ, Атырау Доссорға, Алла қаласа. Так, тағы не айтам. Қазір енді қалғандардың тағы да ойлар бар, айтатын нәрселер көп, жолда айтам. Бірақ қуанып тұрмын бар ғой, келмейді. Алла сәттілік салып, сәттілігін беріп осылай контент жасауға мүмкіншілік пайда болып отыр. Енді есептеп, тағы да Құлсарыға, орта жолдан Құлсарыға бір коробка бар. Ол 3000 теңгеге салып жіберді. Сол 3000 теңгемен мен ойымша сол енді газ жасап аламын. Сол 3000 теңгемен мен шамамен сол Доссорға дейін жетем ғой. Доссорға дейін. 50 мың теңге енді аз болса да жаман емес, жоқтан тәуір. Көреміз енді. Кеттік. Алла қаласа, қалай болады көреміз. Бірінші рейс алыс жолға. Енді Ақтөбеге барып келдік қой өткенде прицеппен. Берса бірінші рейс Ақтөбеден де алыс жолға. Енді Алла қаласа Ақтауға жетіп алғаннан кейін кері қарай жүк қараймыз. Оған да уақыт кетеді. Енді жақындап келе жатқанда жайлап қарап келе жатамыз ғой. Берса Алла қаласа жолдан жайлап индраверді ашық қойып, заявкаларды лақтырып адамдарға. Қазір Мерей деппін ғой. Мерей, бізде Оралда Мерей базары бар еді. Сол Мерей базары қазір депоға көшіп кетті. Сол депоға бара жатқан. Мұндағы қазір көлікке қосалқы бөлшектер салып аламын. Енді жаман айтпай жақсы жоқ. Сынбасын әрине, сынып қалған жағдайда деп. Айтпақшы ойлап тұрмын. Сол жазғы дөңгелектер салып алсам қалай болады екен деп. Мүмкін салып алатын шығармын. Деподан келе жатырмын. Жаңа нені бекітетін нәрсені алдым. Енді мотоцикл проблемалау болып кішкене жақсылап бекітіп алу керек. Жүк әлі қарап жатырмын. Шықпай тұр әлі ештеңе. Әлі еш нәрсе шықпай тұр. Бұйырса жан жақтың бәріне жазып жатырмын, іздеп жатырмын. Мінекей жүгімізді бекітіп алдық жақсылап. Стяжкалармен тартып. Қандай салдым? Крючок ақыры. Крючоктар салып, стяжкамыздан тартып, бекітіп алдық. Ал бисмилля, жолға берса. Тағы жүк қарап жатырмын қазір, Алла қарай. Ал, Аллаға шүкір. Жүгімізді орнатып алдық. Бәрін қарап алдық, берса шығып баратырмыз. Қазір бір-екі шаруалар бар, соларды реттеп. Сосын едім дәл шығу үшін Алла қаласа ары қарай шығып кетеміз. Бұйырса бүгін енді жоспар Индерға жетіп ауыз ашуым мүмкін. Білмеймін, енді көреміз иншалла. Алла қаласа қай жерден ауыз ашатыны белгісіз. Бір жолға салып аламын ғой қазір құрма суымызды. Сосын енді қазір жаңа жүкті бекітіп алдым. Так енді қазір берсе тағы бір жерде жүк шығып тұр, соны қарайым. Барып қарамаса да жаңағыдай адресқа барып әйтпесе жауап бермей жатыр ғой кешеден бері негізі. Бірақ өзі қайта салады негізі. Түсініксіз.
семьямызды Аллаға тапсырдық. Семьямыздың тамақтарын, анау-мынауларын алып бердік. Алла қаласа осылай. Бүгін енді Алла қаласа дастарханға жетіп алу керек, бірдеңе қылып. Не болса да әйтеуір ақ деп, уф деп дастарханға жетіп алу керек. Көреміз. Сәттілік. Депоға келіп едім жаңа. Короче, мен қысқасы общем былай ғой. Общем деп айта бермеші деп еді біреу. Былай ғой, поддонымды ауыстырып едім өткен жол поддоным масляный поддон не болды ғой. Тиск деп ауыстырдым ғой, сонымен маяқ тұрды ғой. Сосын жаңасына ауыстырып едім. Ойладым ғой, негізі майысқан болды поддон картері. Сол майысқан жерінен, майысқанның кесірінен істеп тұрған бар деп, жүйрет тұрған бар деп, онымен олай емес екен. Мына пробкадан жіберіп тұр екен. Пробка шамалы болып тұр екен. Солай. Бұйырса шығып баратырмыз жайлап енді. Қаланың ортасындамыз қазір. Жайлап Зачаганскіге барып, заправкамыз жасап, екінті намазын оқып алып, Алла қаласа дастарханға жетіп алу керек. Не болса да. Түнделетіп әйтеуір. Аузымызды ашып алып, қазір енді жолда Индерға дейін Индерді ашатын боларым деп ойладым. Индерға дейін ашатын болдым ғой бәрібір. Суымыз бен құрмамыз салып алып, Алла қаласа. Так былай солықпен шығып кетейін деп тұрмын. Жалпы не айтайын деп едім, жаңа негізі мұны объявление шығып тұрды ғой. Бір трактордың дөңгелектері деген бір объявление болды, мінекей. Осы объявление қайта сала береді жаңа осы кісі. Бірақ жаңа нені жіберсең қабылдамайды. Сосын болмағасын адресіне барып көріп едім, жаңа жазылып тұрған адресіне барып қарап едім. Не дейді? Біздікі емес дейді, түсінбейді анда, оказывается, анау организация екен ғой дейді. Кәдімгідей үлкен бір компания екен, дөңгелек сататын. Сол компанияға барып сұрадым. Осындай адам алдыртып отқан жоқ па деп. Банағыдай ғой, банағы мотоциклді осылай салып алдым ғой. Ешқандай несіз, жаңағыдай клиенттің өзіне заявка лақтырмай ештеңесіз. Бірден адресқа бардым да салып алдым ғой. Сол енді бұйырса осылай кетеміз енді, осымен кететін болармыз. Ары қарай Атыраудан қарап көреміз. Болса болады, болмаса едем дальше ғой үшін. Бұра береміз ғой. Алла қаласа. Жалпы күн шуақты болып, жақсы болып тұр. Дөңгелекті негізі жазғы дөңгелек қойып алам деп ойлағам. Онымен бірақ бәрі қарсы болды. Жазғы дөңгелек қойма, әзірге қойма. Апрельдің 15-іне дейін қоймау керек деп. Сосын жарайды деп. Солай шығып кеттім. Чтобы не пропустить новый выпуск, обязательно подпишись и нажми на колокольчик. А мы тем временем едем дальше. Мына кісі де кетіп баратыр екен. Батысқа, мен де батысқа кетіп баратыр, Маңғыстауға. Қаланың шетіндеміз. В общем, мынандай қызық болып отыр. Жаңа мен әбден шамамен қаладан шығып қалған кезде Чапаевқа бір зат шықты. Енді жолда ғой, енді Чапаев Атырау мен Некорда жолда ғой, қазір бірінші пункт ғой. Алып кете салайыншы деп заявка тастап едім, анау қабылдады ғой. Бірақ қабылдағанмен қаланың арғы шетінде екен бәрібір. Енді амал жоқ, қабылдағасын кері қарай кетіп бара жатырмын. Біраз уақыт кетіп қалды. Жарайды, көреміз бұйырған. Не болса да бұйырған көреміз енді. 250 еще. Смотрите, склон. Мінекей пробкада тұрып қалдық.
нағыз час пик, пробканың уақыты қазір сағат 5-тен 35 кетті. Ақшаға құныққаннан ба екен? Неден екен? Енді ең болмағанда Атырауға жететіндей газдың ақшасы ғой былайша айтқанда. Қазір осы Чапаевқа тастап кететін жүк. Көреміз. Бәрібір. Бір жаманы бар ғой, мына индрайвердің саған жаңа заказды береді ғой, ана кісі қабылдап алады ғой. Қабылдап алған кезде бірден сенің счетыңнан ақша шешіп алатын жаман да просто. Сол жер жаман. Сен қабылдағаннан кейін қандай груз екенін білгеннен кейін, келе ма келмей ма соны білгеннен кейін, мысалы отменить етіп тастасаң болды, уже қайтпайды ақшаң. Қайтару үшін де проблема сияқты, біраз айқайласу керек сияқты олармен. Сол. Жартысы қалды, бұйырса жарайды. Не болса да тиіп алайық. Салып алдық жаңағы 6500 теңгенің затын. Жарайды, бұны да қызыққа көріп жатырмыз ғой, енді алда опыт, тәжірибе дейді ғой. Басында бәрімізде осылай сатасамыз кішкене. Жалпы салып алдық, енді ДВП екен, ондай фанер бар ғой, құттай. Қатты ауыр зат емес екен. Негізі қатестедім, жаңағы прицебімді тастап, жаңағы сол шет жаққа тастап, содан өзім келуім керек еді. Енді бүйткенде бұлай болар еді деп айту шайтаннан дейді ғой. Солай. Жарайды, кеттік бұйырса. Газ жасап алайық енді, асырау қып алайық, ауыз ашып алайық. Бисмилля. Саған бір катастрофадан аман қалдық әйтеуір. Мына газель, енді қаладан шығып бара жатырмыз ғой жалпы. Күрт тоқтап қалды да. Содан сәл қалдым ше, сәл. Алихан, Бөкехан көшесі. Сақтады әйтеуір. Саған, ой, мына жақпен жүрмеймін ғой деп ойлаймын. Осы жақ вечный пробка болып жатады. Оралдан көлік көбейіп бара жатыр. Осындай пробкалар көбейген. Исатай мен Махамбеттің осыны. Жалпы сәл өкініш бар жаңағы жүк үшін қайтадан кіргеніме қалаға. Жарайды енді. Бұйырғаны. Осы үшін шықтық қой. Қызықты болып жатыр негізі. Жалпы кез келген жұмыстың да бір қызығы мен шыжығы болады ғой. Мына дворнигімді ауыстырам деп бірнеше рет барып едім депоға. Бәрібір ұмыт көте берем қайта дворниктарды, терезе сүрткіштерді. Қолдарды қараңыз. Бәле болды мотоцикл. Істей алмай жатырмын, келтіре алмай жатырмын. Так, мінекей жаңа мешітіміз Орал қаласының Зачаганск мешіті. Зачаганск алаңы. Мына жақта осындай әдемі зәулім мешітіміз бой көтерді. Рамазан айының қарсаңында, дәл алдында. Аллаға шүкір. Мінекей мешіттің ішінде осындай атмосфера. Ауызашарға дайындық. Бәрі ауызашарға дайындалып жатыр. Осындай зәулім сарай. Әдемі. Анда өрнектермен. Өте кең. Астында мына жақта әйел адамдар оқитын жер. Жоғарыда орын бар. Және астында подвалда орын бар тұр.
ой деймін да. Өйтіп бірдеңе деп шығып болғанша біраз уақыт кетіп қалды. Мына мотоцикл бәле болды. Тұрғыза алмай жатырмын никак. Дұрыс тұрмай тұр ғой. Былай құлап қала береді, то былай құлап қала береді, то былай құлап қала береді. Осы жол тұрды деп ойлаймын енді. Қазір тұрған сияқты осы жол. Тентімді жұрт жасамаса жақсы болады. Мынау да құлап қалыпты ғой. Жарайды, мынау қазір мына ЛДС болар жолдан түсетіндер ғой. Араш әбден шығарды. Осындай заказдарды түсіп отыр ғой. Түскенде шығып тұр ғой енді драйверге. Қабылдамай отыр, бірақ жарайды. Осынша кеттік. Осы бар мен базар бұйырғаны. Кеттік. Бисмилля. Бұйырса. Атырауға жетіп алу керек. Түнделетіп. Басықпай. Әңгімемізді айтып, дейсің ба? Киномызды қарап. Шемекімізді шағып. Шемекі деп тұғын, шемекіміз чипсы алып алып өдім. Шығылмай жатырмын. Алла қаласа сәттілік ал. Бисмилля. Қазір аяқтан шығып кетеміз берсе. Қаланың шетіне келіп қалдық. Біздің Орал қаласының шеті. Аузымызды ашып алдық, тамағымызды ішіп алдық. Негізі ойлағам, бүгінше тек заттар жинап, ертең шығамын деп ойлағам негізі. Мен білмеймін неге шыққым келіп кетті. Шығып кеттім. Бұйырса қазір Чапайға тоқтаймыз. Чапайға тоқтап, заттарын сүріп тастап, заттың азын жоғын. Сосын ары қарай едем дальше. Жалпы дөңгелекті ауыстырмаған дұрыс болған екен. Қысқы дөңгелекпен шыға берген. Қаладан шыға берместен тайғақ жол. Бағана күндіз ертті де, соны кішкене қатырды сәл. Қатты тайғақ емес, бірақ бар енді. Жалпы дұрыс болған екен. Ауыстырмаған. Қайта ғана неден сонда отыр жаңа Чапайдан, Чапаевтан. Міне тайып кеткен. Жолын жанына тайып кеткен. Құдай сақтасын, Құдай сақтасын. Алла сақтасын. Бұйырған енді көреміз. Осы неден шығып болғанша кішкене населенный пункттардан, ауыл елді мекендерден шығып болғанша кішкене қинайды. Жалпы Орға осы Атырау мен екі ортаның жолы қамаштырады. Жүрістап істемейді де. В общем, батыс жарымаған айтып. Не істей алмайсың, басы бұза алмайсың, не қатты жүре алмайсың. Жол жүргенішке таптар. Солай. Ештеңе жоспарлағым келіп тұрған жоқ. Жалпы жоспарлайсың ғой, ойлайсың ғой, мына жерге барам, ана жерге барам деп. Нағыз қону керек болса, көлікте де қонып қалуға болады. Көрпе көршігімді алып шықтым. Бұйырғаны көреміз енді. Ақ жол, сәтте бар. Біраз жерлерден өтіп жатырмыз. Осы Оралдан шығып, 70-80 километр асқанша қауіпті жолдар ғой, кәдімгідей. Қауіпті жерлер, бұрылыстар қауіпті. Жаңағыдай қалай еді ғой, елді мекендер
Чапайға жақындап қалдым жалпы. Жол деген вообще мүлдем деп айтайын. Жаман екен жол дейді. Қармен бірге еріп кетем, біздің жолдар сондай бір сезонный жолдар ма? Жарайды. Не істейсің? Амал жоқ. Бармен базары. Қазір Чапайға затты ана затын сақ кетеміз бұйырса. Сосын ары қарай ұрамыз бұл Индерға дейін. Чапайдамыз. Чапайға келіп бір затымыздан құтылдық әйтеуір. Так, бір аманатты табыстадық. Енді бұйырса Индерға жетіп алсақ, Алла қаласа амандық болса, Индерборскіға жетіп алып, бір аялдап, кофемізді ішіп алып, едем дәл. Жақсы келе жатырмыз, жаман емес. Тек жолдың нелері, шұңқырлары қорқытады. Соғып алам ба, дөңгелегімді соғып алам ба деп қорқам. Ал бұлай жаман емес. Артта шошайып тұр, көрініп тұр ма? Мінекей. Мынау мотоцикл орналасып алған енді. Әйтеуір тұрып тұр, сол жатқызуға болмайды деп еді. Әйтеуір орналасып алған тұрып тұр. Жарайды. Тент тесіп кетпесе болды дегенді. Болды, бұлай атак жаман емес, нормально. Енді бұйырса Ақтауға дейін ашпайтын болармыз енді. Басқа зат жоқ қой. Неде бар ғой, айтпақшы, Құлсарыда бір зат бар, соны тастап кетеміз. Кино қосып қойдық. Дауысы әдемі шығып тұр екен, ризамын әйтеуір. Әншейінде бір шамалы шығатын еді дауысы. Алда опасность бар дейді, қауіп бар дейді алда. Малдар жүр екен бұл жерде. Круизм жасамай қалды. Бірақ енді ұрып бәдім. 80, 90, 85 сөйлеп. Гаишниктер бар екен. Жаңа Сергектің қасынан өтіп кеттім. Сергек деппін ғой. Кибершерифтің қасынан өтіп кеттім. Жаман емес, жақсы кетіміз. Мына жол нашарлығынан қашан құтылам деп жатырмыз. Индерға 100 шақты шақырым қалып, бұйырса жолдың әлі түзелетін түрі жоқ. Келе жатырмыз. Индерге жақындап болдым, тоқтатып алды. Түскен жоқ әлі бірақ. Көктем болған, көктем. Көшім бәрі нормально келе жатырмыз. Жай тоқтат, түсіріп атырып тексеріп. Участковыйлар сияқты. Просто тексеріп атырып дейді. Жарайды дедім. Кеттік. Киномызда бітті. Индерборға да келдік дейсің ғой. Жақындап қалдық бұйырса. Жолда кішкене жақсарды әйтеуір. Солай. Өткен жолы айтқаным ғой, өзгерткім келеді деп. Мына жерде естеріңізде болса, басқа магнитофон тұрды мына жерде. Оны алып тастадым. Орын. Осындай. Кішкентай қойдым да осындай. Жай планшетімді жай ғана осы жерге қоя салдым. Өте ыңғайлы екен, рахат. Керемет болды. Әйтпесе мына жерде тұрды ғой негізі планшет. Жерге төменде кішкене. Авария бәрі жауып тұр. Қазір енді керемет болып ыңғайлы. Қарауға да ыңғайлы. Жолға да, планшетке де қарауға, киноға да қарауға болады. 34 километр деп жазылған жазуда бекер көрдім ба деп жатырмын ғой.
34 километрің дейтін 340 километр жақсы болып кетті ғой. Жол деген енді таксиге. Таксилардың қымбаттауы да дұрыс қой. Мынау не мынау? Солай. Атырау, Орал, Елорда онша емес. Жөнделер ме екен осылай жолда? Жөндемей ме екен? Жеттік-ау, әйтеуір, жеттік-ау. Таптым-ау сені. Нефтекке тоқтасам ба екен, әлде бір тағы да жаңадан заправка ашылды дейді ғой. Сонда тоқтасам ба екен. Жолдар осы. Әнде шұңқыр жолдар. Біздің Жымпитының жолдары осылай болып еді. Осы алдыңғы жылдары. Бірақ қайтадан сол жағдайға келе жатыр жайлап. Қармен бірге еріп келетін жолдар біздің жолдар. Әбден жемқорлық жиі үйренгенбіз ғой біздер. Бір нәрседен ұстап қалу, бір нәрседен қорқып қалу әйтеуір қорқып қалсақ болды әйтеуір. Ар жағын ойлау, терең ойлану ондай болмағасын әрине дамымаймыз біз. Мемлекет қалай дамиды? Қазір болса болды, қазір жесек болды, ертең жоқ, маңызды емес ертең. Ал, келдік. Әлгі турецкий ресторан деген осы болар, да? Дегермен. Онда намазхана бар ма екен өзі? Намазымызды оқып алатын. Газ бар деп тұр. Газ жасап алсақ ең болмаса. Газ кез келген заправкада, кез келген колонкада болып тұр ғой, ә? Газымызды жасадық. Ал, газымыз жасап. Промгаз деген осындай заправка бар екен да. Прицептің түрі бұлау. Қазір қарап ішін бір қара жүру керек енді. Ішіне кіріп. Мынау шығып тұра. Тесіп жармеген тентті. Кардан салып жүру керек. Ең болмаса. Бірақ енді бір жағынан осы жаққа тұрып тұру керек та, ол мотоцикл жатпау керек дейді. Жатқызуға болмайды дейді. Маяқ көреді дейді. Бәрі орналасып алыпты ғой кәдімгідей. Рулін қажап тастадым екен. Промгаз деген жанармай құю бекеті жақсы екен. Бірақ бәрібір нефтекке тартып тұр. Бәрібір нефтекке тартып тұр. Ішінде намазханасы да бар екен, бірақ білмеймін. Нефтектің намазханасына жетпейтін жақты. Солай, нефтекке барып оқып алайық. Намазымызды оқып алайық, нефтекке барып. Иншаллах. Ары қарай Доссорға 270 километр қалыпты. Барып түсеміз ба, қалай дейсің? Мына 327 километр жүріп біз Оралдан бері қарай.
Оралда жасадым газда. Оралдың ішінде кішкентай жүрген болармын, бір 10 километрде жүрген шығармын сол. 10 километр жүрдім бе жүрген. Қысқасы не екен, газ жағып тұр екен. Прицеппен келе жатқасын ба, қалқаны бар ғой енді. 37 литрдей кетті ғой, прицеппен келе жатқасын. Газ жағып тұр. Өзіміздің нефтегіміз ыстық. Мен нефтекте жұмыс жасадым ғой бұрында. Шымкентте. Кіріп намазымызды оқып алайық, кофемізді ішіп алайық. Кофемізді салып алайық деген, то есть. Әдемілеп. Аяқта намазға көр. Ну, енді басқа әңгіме. Так, намаз оқып алдық, тексеріп алдық. В общем, жағдай жақсы емес. Білмеймін, тұрмайды анау мотоцикл ше. Берсе амандық болса, Атырауға жетіп алсақ, сәресін түсіп Атырауда демалатын сияқтымыз деп ойлап тұрмын. Солай болып қалатын сияқты. Әйтпесе ұйқы қатты қысып тұр. Бүгіндік ұйықтаған жоқпын ғой. Былайша айтқанда. Таңертең тұрғаннан жоқпын ғой. Anamda gördüm, yedi ola canım, gül jarğanı bağım, samalı boğu jelpip, jırım enertip, yüretedim bay, bal tölünen. Атырауға жақындап келе жатырмын. Жалпы мынау Махамбеттің жолы өте былай анаған қарағанда жақсы негізінде, бірақ жаңағыдай кейбір жерлері бар, жөнделіп жатқан жерлер. Бірақ бір проблема болып тұр, қазір мен ұйқы қысып тұр. Мынау бізде маңдала ғой, маңдала. Ештеңе жоқ. Ешқандай кемпинг каналы жоқ. Так, сағат 4:30. Атырауға жеттік. Аллаға шүкір. Аллаға сан шүкірліктер болсын. Өткен дейтін өз-өзімді шақ-шақ ұстадым. Ұйықтап қала жаздай беремін, қайта. Тоқтап ұйықтасам ба екен деп ойлаймын. Бірақ ауыз бекіту керек. Ауыз бекітетін тамақ жоқ. Сосын жайлап жүре отырдым, енді келдік, Аллаға шүкір. Қазір апортқа барып тамақ ішіп алып, ауыз бекітіп, намаз оқып алып, ұйықтаймыз, демалып аламыз. Апортқа келдік. Терезеден машинаны қарап қойып отырмыз. В общем, сәресін ішіп, ауыз бекітіп, намаз оқып алып, демалу керек. Алла қаласа. Мынаның барлығы 1830 теңгеге шықты. Жақсы ма, жаман ба? Котлет куриный, пюре, чебурек және самса картошкамен. Ас болсын. Түнгі Атыраудың ішіндеміз. Тамағымыз ішіп алдықса, демалып
3-4 сағат демалып ұйықтап алу керек, жақсылап. Сол мешіттің ауласына қойып па, әйтеуір бірнәрсе қылып демалып ұйықтап алу керек. Сосын ары қарай ұрамыз. Ары қарай Құлсарыда шетінен тастап кетеміз ғой тек. Ассалаумағалейкум. Қайырлы таң. Түнде осындай жерде ұйықтап қалдық. Мешіттің алдында. Мұндай жерге дәл әуестер сияқты ұйықтап қалдық. В принципе, жаман емес, жақсы ұйықтадым. Бұйырса кеттік ал, шығамыз. Жолға шығамыз бұйырса. Көп ұйықтап қалған сияқтымын. Осылай кеттік, бетімді де жумай, ештеңені де жумай келе жатамыз осылай. Жұттан май жіберіп тұр, май қатты жіберіп тұр я пробкадан. Сервисқа кіргізіп істетіп аламыз ба, не істейміз? Қиын болды ғой. Так, осы жолмен келдік ау деймін. Осы жолмен келген сияқтымыз я. Машина шаң-шаң болар ғой, боқ-боқ болар ғой машина. Атырау Доссоров бағытына шықтық. Тоқтап қара болып атқаным ғой, шатасып кеттім бе деп. Атыраудан шығып баратырмын, бірақ қай жаққа шығып баратырғанымды шатасып кеттім ғой. Дұрыс екен. Ақтауға осы жақтан келеміз. Ал сәтсе бір жол жақсы деп ойлаймын. Бірақ бәрінен де мен уайымдатып кеткен пробка уайымдатып кетір. Астынан картадан май ағып жатыр. Әлі дұрыс қабылдай алмай келе жатырмын ба, түсінбей жатырмын. Кеше түнімен жүріп, қазір күндіз жүріп келе жатқасын. Біртүрлі басқаша. Және біздің жақта енді қар бар ғой, біздің жақта. Ол жақта қар жоқ, жаз болады бұл жақта. Қызық сезімде келе жатырмын, түсінбей келе жатырмын өзім. Қатты ұйықтап қалдым екен. Шамамен сағат 7-лерде ұйықтадым. 9-9:30-9'da тұрып тұрмын ғой жаңа. 9'dan 10 кеткенде. Жалпы көліктің ішін сыртын реттеу керек. Қараң келіп тұрған жоқ машинаға бар. Көреміз қазір. Доссорда самообслужка бір нәрсе болса жуып аламыз. Доссорға да келіп қалдық. Анда-санда кішкене басып алып едім. Жаңа ойында ештеңе жоқ. 80-90-мен келе жатсам, артында бәрі жиналып кетір, ойлап қоямын, не болып қалды бұларға деп. Қарасам артында кибершіреп жатыр ғой. Солай келе жатырмыз енді. Доссорға кіріп, көлік жуу деп тұр. істеп тұр екен. Anamın dili, ay balım benim. Anamın dili, ay gülüm benim. Süyümün baylık, elimde tuğun. Süyümün məngə, ömürde duman, ömürde duman. Так, доссордамыз, машинаны жуып алдық, прицеп жуып алдық. В общем, ішіне покрышка салып, мотоциклдің жан жақтарына покрышка салып, әйтеуір бір нәрсе қылып тұрғыздым әйтеуір. Енді тұрады деп ойлаймын енді. Жан-жағынан. Жаңа жаман шиномонтажкіден жаман покрышкаларды сұрап алып, солай қойдық. Көрейін де жасай өшеш?
Так, мінекей Ақтаудың жолында, Доссордың ішінде, Доссордың былай Ақтаудың трассасында мынандай буфет деген тез тағам. Оны қарындасым мен күйеу балам жасап жатыр. Ал көріп жатқандарыңыз өтіп жатсаңыздар, осы жерден перекус жасап алсаңыздар болады. Мен қазір оразамын, өкінішке орай. Қазір дәмін көрейін десем. Қазір жолға салып алам, бұйырса. Кешке ауыз ашқанда осы нөмірмен ашамыз. Мінекей. Келіңіздер, дәмін татыңыздар. Поддержка беріп қойыңыздар. Өтіп жатқандарыңыз болса, видеоны көріп жатсаңыздар. Кішкене әйтеуір жақсарып қалды машина. Бірақ пробка бері кетті алып. Ал басталды Ақтаускей вайп. Маңғыстауский вайп басталды. Geldim, ustazdı gördüm, tınladım sözün, tabınıp süyüp, anamdan etedi, ayağımın Zülüken uğrun, duradı kıyıp, anamdan etedi, ay benim menin, anamdan etedi, ay gülüm menin, süyümün baydık, elimde Доссордамыз. Бір жүктен құтылдық. Бір затты беріп жібердік, құтылдық. Енді екі пункт қалды. Бұйырса Жаңаөзенге бірінші, сосын Ақтауға. Жаңаөзенге колбасаны сүретін боламыз, 250 килограмм колбаса. Ақтауға мотоциклді. Осы мотоцикл берекетін болып кетір. Не былай да тұрғыза алмаймын, не былай да тұрғыза алмаймын. Байласам да тұрмайды. Süyemin məngdə ömürdə duman Körüngülge körük ömürge serik Əsimən men jır hayrat kuadım Söylesem manga, görülesem şunga Anamның dili asıl muradım Anamның dili ay benim menin Anamның dili ay gönlüm menin Süyümün baylık elimde doğan Süyümün məngde ömürde duman Anamның dili ay benim menin Anamның dili ay gönlüm menin Süyümün baydık elimde doğan Süyümün məngde ömürde duman Ömürde duman Ömürde duman Бейнеудің ішіне кіріп кеттім ал. Машина анау пробкасын ауыстырмаса болмайды. Пробкасын ауыстырып көру керек. Астынан май дейтін сиіп тұр ғой, сиіп. Майы жаман кетіп жатыр. Сондықтан пробканы ауыстыру керек. Запчасть іздеп жатырмын, ВАЗдың запчастыларын. ВАЗдың дүкенін іздеп жатырмын. Көреміз. Бейнеудің ішіне запчасть алып бардым. ВАЗға. Тағы осындай мешіт алып алдық. Орталық мешіттері. Бейнеу қаласының орталық мешіттері. Ибрахим мешіті. Осындай көне мешіт екен да. Жалпы байқағаным осы Бейнеуде еш етпеді.
мешіт бар. Дәретханасында каждыйында кран жоқ. 1-2 кран. Сол кранға сен құманмен суды аласың да, өзіңе керекті суды сонымен жуасың. Қолында дәретінде аласың. Суды үнемдеу үшін. Болмады, таба алмадым. Қазір бір жолда эстакада бір нәрсе болса қараймын мен астын. Кәдімгідей ұрған настроениесі жүріп тұр ғой. Берса ең болмаса шетпеге жетіп алсам деп тұрмын бүгін. Қараңыздар, велотуристтер шығыпты ғой. Күн салқын, бірақ велотуристтер жүр. Жаңа екеуі өтіп кетті алды. Күн салқында қалай жүрген олар дейді. Демек 4-еу жүрді. Туристтердің сезоны басталып жатыр. Қызық. Қалғып, мүлгіп келе жатқанда мына түсетін жерге перевалға кеп қалғанымды байқамай қалдым. Кеп қалыппыз. Түнде. Мына жерде негізі күндіз көрінісі өте күшті негізі. Оп. Ана жол не болады мына жерде? Кішкене өзгерген бе? Басқаша еді бұрын. Өзгерген сияқты қазір. Сары знак болатын еді. Сосын мына жер жеткізіп болмайтын еді. Тез жетіп қалыппыз. Ең бірінші келгенде осы перевалдардан өткенде осы түнде өтіп бара жатқым ғой. Ренжитінен қап күндіз өтуім керек еді деп үлгере алмай қалдым. Қазір де сондай болып жатыр. Күндіз өтуім керек еді видеоға түсіріп. Көреміз. Шетпеге қонып қалатын болсақ, бұйырса шетпеден де ары қарай керемет ландшафттар басталады. Әдемі. Ал шетпе мешітіне де келіп қалдық, шетпенің мешітіне. Жетібайға басып кетем ба, жоқ әлде осында қалам ба деп біраз ойланып. Үйге құсып тұр бір жағынан қатты. Ойлағам, қазақ ойылдан кофе салып алып, кофемді ішіп, Жетібайға жетіп алам ба деп. Онымен қатты ұйқы құсып тұр. Сосын ауызда уылып тұр. Сосын жарайды деп, осында қазір намазда қалатын тұр. Бірнеше жыл бұрын осында түнегем. Сол бірінші рет Ақтауға баратқанда. Қайырлы таң. Тұрып жатырмыз дегенде ұйқыдан тұрып көлікті қыздырып кетейін деп жатырмыз. Кеше осында келіп түнегем. Мешітке қонып бауырлармен жүздесіп, мешіттің жамағатымен жүздесіп күтіп алып жақсы болып қалыпты. Сәресін беріп бұйырса Жаңаөзенге тіке жол тартамыз. Аласа Шетпеден Жаңаөзенге. Астын пробкың дейтін май жіберіп тұр әлі. Сол әлі мен несе тұр. Көңіл күйім түсіріп тұр сол. Соны шешу керек. Көреміз, Жаңаөзенде шешеміз ба, елде Ақтауға барып
Ақтаудан бір сервистен не істейміз ғой. Пробка тауып алу керек бірінші. Пробка тауып алып, жаңасын ауыстырып көру керек. Қызып қалды. Ал, кеттік бұйырса. Қалғанын көреміз. Ұйқыда қанбай қалды онша. Қазір бірақ қатты қысып кетіп жатса ұйықтай қалатын шығармын. Артымызда спальныйымыз бар әйтеуір. Жарайды, ал, бисмилла. Кеттік. Мынандай жазу өліп кетіпті, Рамазан айы 2026 жыл деп. Керемет. Жамағат өздері жасады ма екен? Рамазан айының соңына келіп қалды. Шетпе деп. Шетпенің де жамағатымен танысып алдық. Ақтаудың да біраз жамағатымен танысып алдық. Қойсыздар. В общем, аялдамадамыз. Парковкада тұрмыз. Жаңа қатты ұйқы басып кетіп. Шетпеден шыққаннан кейін қатты ұйқы басып кетті. Қой жатып алайын деп болмас деп. Жатып қалып едім. Осылай жатырмын. Жалпы осылай жатып жүрмін ғой. Әдемі жатырмын. Күшті ұйықтап қалдым. Жаңа тұрып отырмын. Қатты ұйықтап қалғанмын. Қайда жатқанды білмей қалғанмын. Күн дауыл ма, боран ба? Дауыл дегенше. Шаңғы ол жақта. Дауыл болып тұр. Ұйқыдан тұрдық. Өте қатты ұйықтап қалдым. Білмеймін. Тұра алмай ұйықтап қалдым ғой. Бірақ тып-тыныш ұйықтадым ғой. Бір жағынан осы да дұрыс шығар. Жолда қалып болмас үшін. Күн жел болып кетті. Дауыл. Қатты күшті дауыл. Қазір қалай жүреміз көреміз енді. Қазір былай барып солға бұрылған кезде бұл жел қарсы болады. Қазір жанынан соғып тұр ғой. Қазір біз солға бұрылған кезде, Жаңаөзенге қарай бұрылған кезде бұл жел қарсы олайып тұрады. Көреміз енді бұйырса. Қазір мына неге шығып майын қарай жіберейін деп отырмын, астын пробкасы не болып тұр екен. Жай-жайдан ағытылып жатыр ма деп. Жоғарыға шығып келе жатыр мотор. Шамамен 350 килограмм. Прицепте енді шамамен 370-380 килограмм бар. Прицептің өзінің салмағы бар. Тартып жатыр нормально. Кері қарай қандай жүк шығады, сол не болып тұр да, ойландырып тұр да мені. Тарталарым екен, тарта алмас екен, кері қарай осылай шығатын жерлерде қалай шығады екен. Ең бастысы сол жаңағы ең бірінші перевал бар ғой, содан қалай шығады екен. Көреміз енді. Мүмкін жеңіл жүк түсірдім бе. Былай әдемі келе жатыр. Жанындағы ветр кішкене, жанынан жел соғып тұр ма, жанынан жел. Кішкене қозғайды машинаны, былай жақсы әдемі. Ал Жаңаөзенге бұрылдық ал. Бұйырса магистральға түсеміз, автомагистраль. Шіркін-ай, осы Қазақстанның жолдарының бәрі осындай болса, керім болады. Бұға жерден Жаңаөзенге жақынырақ екен. Жаңаөзенге 64, неге 82, Ақтауға 82. Кеттік ал бұйырса. Бірінші грузымызды тастап, Ақтауға шығамыз бұйырса.
күн жел қарама қарсы бағытқа ауысты ғой жаңағы жел. Бана жанымыздан шығып тұрған жел қарама қарсы бағытқа ауысты. Қиналып келе жатыр машина. Бұлай жоғарыға шықпаса да тегіс жолда келе жатқанның өзінде де жаңағы желге қарсы қиналып келе жатыр. Бұйырса алда тағы міне жоғарыға шығатын жол тұр. Көреміз енді. Бірақ қазір енді кері қарай қайтқан кезде бұйырса әдемі болайын тұр ғой, артымыздан болайын тұр жел. Өзіңге клиентіміз адресін лақтырды, местоположениесін жіберді бізге. Сол бойынша кетіп бара жатырмыз. Шамамен 20 минутта жүріп барамыз, 20-ның үстінде. Бірақ қазір жетпей тұрып, бірінші тоқтап, кішкене арт жақты реттеп алу керек, прицептің ішін реттеп ыңғайластырып қою керек. Машина кішкене жоғарыға шыққанда қиналады кішкене. Нормально. Ал мінекей колбасаны түсіретін жерге де келіп қалдық. Қазір колбасаны түсіріп тастаймыз, бұйырса одан кейін жеп-жеңіл болады ғой. Бұйырса прицеп жеп-жеңіл болады ғой. Одан кейін мотоциклді алып барамыз Ақтауға. Жалпы бұлай қарап отырмын қазір кері қарай заказ бар ма жоқ па. Бірақ шықпай тұр ештеңе. Бұл жақсы емес. Енді бүгінше болам ғой Ақтауда. Күтем, заказ күтем. Қарайым. Бұйырған көреміз. Кері қарай бос қайтпау керек, не болса да негізі. Мінекей түсіріп тастадық. Колбасаны түсіріп тастадық. Енді бізде мұнда мотоцикл бар. Осы мотоцикл үшін шиналарды салып алғам. Тұрмайды никак. Бұлай тарттырып көрдім, бәрібір тұрмайды екен. Сосын енді осай шиналармен тірек қойдым. Жеп-жеңіл болып қалды машинаға дейтін кәдімгідей. Бұйырса жел артымыздан. Қазір бір тоқтап алып, намаз оқып алып, бесінде әрі қарай Ақтауға ұрамыз. Бұйырса. Жаңа өзен. Өзенге де аяқ бастық. Өзенді де көрдік ал. Жолдың бойында орналасқан осындай мешіт бар екен. Оразмағамбет Ахун мешіті дейді. Қасында дүкені бар. Керемет. Сағаз 5-ін оқып алып. Тарелкалардың тап-таза керемет екен. Әдемі. Дәретханасының өзінде тап-таза. Бұнда шлеппен емес, жалаң аяқ кіресің. Кіре берсе. Кеттік бұйырса Ақтауға жол жүреміз. Мында Бозжыраны қарап отырмын. Бозжыраға Жаңаөзеннің өзінен 3 сағат жүретін бе сонда? Мәссаған не дейді? Қызылсаймен кетіп қалуға болады да. Бозжыраға барып келу керек, енді бір гештальтқа штамп қойып деген сияқты. Гештальтімізді орындап. Бірақ енді қазір ол мүмкін емес. Өйткені
жолға шығу керек, Оралға шығу керек кері қарай. Және Ақтауға жүкті алып бару керек. Жаңаөзеннің өзінен де алыс екен, мен ойлағам Жаңаөзеннен жақын шығар деп. Жарайды. Еще пару пакетов будет. Бос келе жатырмын. Ну, почти бос. Тек қана мотоциклмен келе жатырмын ғой. Жалпы рахат. Магистраль. Кішкене басын қырап жүресің. Тек бір жаманы круиздің жасамай қалатын жаман. Осындайда круиз жасамай қалды. Не екенін білмеймін. Круиздің бірсе жасайды, бірсе жасамайды. Бұрын ABS қателік шығып тұрғанда, ABS-ның қателік шығып тұрғанда, онда жасамай қалатын еді. Дұрыс, енді ABS-ті жаңағыдай немен өшіретін еді. Ішінде мембранасы бар еді. Сол тұрып қалады дейді, соны ұрып жіберсең құттай кетеді дейді. Сонымен өшіретін едім, ABS-ті ол кезде жасап жүрді керемет. Енді қазір ешқандай чек жанып тұрған жоқ, ештеңе жанып тұрған жоқ, бірақ жасамайды. Осындай жаман. Жалпы енді машинада ремонт көп болды негізі. Осы уақытқа дейін коробкасын жөндедік, тағын зат. Кішкене электроникасынан да қарадық. Енді алдында ABS-кімен жидкіш жанды, сосын еще газ сөніп қалды ғой бірге. Қосылмайды, газ да қосылмайды, ABS жанып сөнбейді анады. Неге де біраз іздедім, газовектерге бардым, газовектер жөндеп берді, массын жалғап берді, массын жалғап берді де газовектер, сосын ол кезде істеп кетті уже, массын жалғай салғаннан кейін. Сосын енді ана ABS-дің да чегі кеткен жоқ, кетпейді, ананы ұрам жаңа несін кетпейді бәрі. Еще қасына жаңа жидкіштің сөйдің чегі жанды. Сосын енді айда анда мына іздеп біраз алыстық негізі, біраз іздедік. Андан мұнан іздеп электриктарға барып, сосын бір электрик әншек бар еді, таныс, соған алып бардым. Сол біраз алысты енді, біраз іздеді. ABS-дің жаңа блогына, ABS байланысқа шықпайды. Диагностикаға алып барасың, байланысқа шықпайды ABS. ABS-дің блогын да алып көрдім, бұл блог сатып алдым да, сатып алғанда просто ала тұрдым, жаңа ақшасын төлеп, просто ала тұрдым да. И жаңа немен қарадық, диагностикамен қарадық, болмады. ABS-тен болмады. Сосын өйтіп іздеп, біраз іздеп алысып, тапты ғой ақыры. Тапқанны жаңағыдай массадан екен тоже, ол да. Масса дұрыс жетпей алған екен. Сол массаның тоқтарын дұрыстап тазалап, бәрін жалғап, қайтадан салып берді. Керемет болды. Сол массадан екен. Массаны демек қарап қою керек болып тұр ғой, яғни аккумулятордан келіп тұрған массалардың бәрін қарап қойып жүру керек болып тұр ғой. Жалпы содан кейін басқа ремонт болған жоқ. Соларды ремонттау болды. Жаңағы пробканы жаңамен дейтін неге шығып, эстакадаға шығып, кішкентай басын көтеріп, пробканы өткенде сервисте қарап атқанда жіберіп тұрды, бәрібір жіберіп тұр. Бірақ не істегенде өткенде қатайтам деп, до конца ары қарай бұра жіберген ғой, ішіне қарай. Соны құттай қайтадан орнына әкеліп қойдым, қайта қазір кішкене азайды май ағуы. Оған да шүкір. Ақтауға жүк қарап жатырмын. Әзірге шықпай тұр шамалы. Оралға, Ақтау деппін ғой. Оралға жүк қарап жатырмын Ақтаудан. Бейнеуге шықты бана, бірақ ол үлгере алмай қалдым. Демек, әлі іздеп отқандар, демек, заказ қарап отқандар бар деген сөз. Бізде өкінішке орай бір жаманы индрайверден басқа платформа жоқ екен, грузовойға. Сол жер жаман. Кеттік ал бұйырса, Ақтау.
теңізді көреміз бұйырса. Не хочу. Если будешь ко всем относиться ласково, вежливо, тогда да. Но я не такой человек, если мне что-то не нравится, я говорю это напрямую. Доход норм. Аллаға шүкір, мінекей келіп қалдық. Маңғыстау ауыл, қандай ауыл білмеймін ауылдың атын. Әйтеуір қалаға жақын, қалаға кіре берісте әкеліп тастай қойшы деп өтініш жасады. Енді үйіне алып барып тастайын деп жатырмын. Санаулы минуттар қалды тапсыруға. Алла бұйырса аман есен затын тапсырып кері қарай зат іздеу керек енді. Кері қарай жүк қарау керек. Теңіздің жағасына барып жатып қараймыз. Жатып алып. Мінекей мотоциклді жеткіздік орнына. Иесіне. Бекет ата мешіті. Орталық. Ақтаудың орталық мешіті. Андай түсінің өзі кәдімгідей. Бір түрлі орта ғасырдың атмосферасын бере ме? Тастарының түсін айтам ба? Сыртындағы тастарын. Әдемі. Мешіт осындай ішінен өте кең, керемет екен. Адамдар ауыз ашуға дайын болып жатыр қазір. Ауыз ашуға суларды, құрмаларды қойып. Кеңдігі мықты екен енді. Мына жерде әйелдерге арналған екінші қабат. Ауыз ашар жасауға киіз үй құрып қойған ғой. Ауыз ашарлар өткізуге. Ал біз теңіздің жағасына барып отырып ауыз ашамыз да, қалай? Әлде осында. Машинаның бір нәрсесі тарту не то болып тұр, шамалы болып тұр тарту. Бір катушкасы кетіп қалды ма екен? Şimdi қарау керек. Бір ауыз ашып алып. Каспий деп. Каспийге де келдік. Осыдан 2023-те ме екен? 2023-те келдім. Осында Ақтауға. Сол кезде ең бірінші рет келгем, ең алғаш. Сол ең алғаш келген кездегі эмоция бөлек болады екен. Бөлек еді қазірде. Қазіргі эмоция ондай қатты бермейді, бірақ әрине, әлбетте Алла Тағаланың осында жаратып қойған әдеміліктеріне тамсану рахат сыйлайды ғой. Теңіз тартылып кеткен. Жіп тұр тартылып кеткен ғой. Негізі мына жерге дейін болған ғой. Мына бір күні салған кезде. Күн жолы жақсы, жаман емес. Бірақ көп бұлтты. Күнді көре алмаймыз, өкінішке орай. Закатта
теңіз деп. Енді кері қарай қандай шешім қабылдайтынымды білмей жатырмын. Кері қарай қай уақытта шықсам екен деп. Ертең шықсам кері қарай бос кетуім керек болады. Ертең қайтатын болсам. Ал жүгіз дейтін болсам, оған бәрібір бір күн уақыт керек болады. Мәссаған ағайындар, шартылып кеткен ғой. Мына жерге дейін болды ғой. Осыдан бір былтыр келген жоқ екен. Былтыр тоже алдыңғы жылы келдік. Бірақ ол кезде байқамаппыз. Бір джиппен жүрсең осы ғой. Андай дорларға кіріп кетесің. Ана жақта негізі жаңағы тамақ ішетін орын. Осы дворға кіріп кетуге тура келді. Так, жарайды, кеттік. Тамақ ішіп алайық. Ауқаттан оламыз. Бүгінгі аудиошарға осындай донермен, айранмен ұрғаламыз. Донерна баян. Ұйықтайын жеп жатырмын бұйырса. Осылай видео қосып қой ұйықтайтын бар. Мешіттің қасындамын. Қаланың Ақтаудың қақ ортасындамын. Бұйырса ұйықтайын деп жатырмыз. Бір-екі нәрсе айтайын деп жатқаным ғой. Жалпы ойым келіп тұрғанда айтып тастайын. Көбіңіз ойлауыңыз мүмкін. Жаңағы намаз оқып алайын, или намаз оқуға кіріп бара жатырмын деп айту ол риядан емес, және бір андай бір көрсетіп, өзімді күшті қылып, сондай бір тақуа қылып, намаз оқушылардан қылып деген сияқты. Енді қалай айтсам болады, өзімді қатты бір сондай қылып көрсеткім келгеннен емес. Қалай бар солай тұрып жатқан. Яғни ойлап қалмаңыздар, араларыңызда біреулер насихаттап жатыр, немесе жаңағыдай үгіттеп жатыр деп. Олай ойлап қалып жүрмеңіздер. Жалпы барымша шынайы деген сияқты ғой. Және де енді сіздерге де жақсы ақпарат, қай жерде қандай мешіт бар, соны көресіздер деген сияқты ғой. Сондықтан қате түсініп қалмаңыздар. Енді барынша қалай бар солай түсіріп жатырмын. Ешқандай бояусыз, басқа нәрсесіз. Сосын енді көріп тұрғандарыңыздай телефонға түсіріп жатырмын ғой, бұның барлығын. Сол дұрысынан енді мақсат дегенде қалай? YouTube'қа енді көбісі түсіріп жатыр ғой енді. Мысалы, бірақ көбі орысша контенттарда қарағым келеді, бірақ орысша. Енді орысшаға да үйреніп қалдық әбден. Сол себепті кейде тілімізде де араласып кетіп жатады. Енді оны барынша жоюға, түзетуге тырысып жатырмыз. Сол. Бұйырса қазір ұйықтап аламыз. Сағат 4-ке дейін. Сосын тұрып, сәресін ішіп алып, аузымызды бекітіп, намазымызды оқып алып, содан кейін заказ іздеуге кірісеміз, Алла қаласа. Мына жерде артқы полкасы ғой. Мінекей аяғымды созып жатырмын, толықтай. Қазір фонарикта жоқ та көрсетеді. Яғни
қалай ұйықтайсың деп жатыр. Қалай ұйықтайтынымды айтамын да, міне аяғымды толықтай созып жатырмын. Мына жерде полка бар. Керемет, жалпы отырып тамақ та ішуге болады. Нексеме шетіп тұр енді кішкене. Кедергі болып тұр. GTA-дағыдай болып тұр, GTA-дағыдай. Груз қарап қойып, отырмыз енді жүк қарап қойып. Бұйырса. Әзірге тыныш. Жалпы қалай жеткенімді аман-есен жеттім, бәрі жақсы, нормально болды. Жаңа жөндеу жасап алдым, жаңа 4-ші цилиндр жасамай тұрды. Ойладым, неден шығар деп, катушкадан шығар деп, катушканы ауыстырып көріп едім. Бәрібір болды. Бірақ бензинге қосқан кезде жақсы жасады, кішкене жақсы жасап тұр. Бірақ бір сонда да бір ауа сору байқалды, бір ауа сорып тұрғаны сондай байқалды. Сосын алдымда дұрыстап қарап едім, дұрыстап барып қарап едім. Белгілі болғандай, андай несі, жаңа газдың трубкасы үзіліп кеткен екен. Сол үзіліп кеткен екен, содан ауа сорып та тұр, сосын жаңа газбен де жасамайды екен. Соны жөндеп алдым. Ескі катушканы қайтадан орнына салып қойдым. Керемет болды, тартуы да бәрі де. Бұны тек ойлап тұрғаным, енді бұл қашаннан бері, жолдан бері ұзақ жол жүрдім осылай деп ойлап тұрмын, өйткені жолда байқадым тартпағанын. Мен ойладым тартпай тұрғаны неден шығар деп, жаңа прицептен шығар деп жел ұстап тұр. Сосын газды жеді айтпақшы, газды ішті, көп ішті. 300 километрға 30 литр, 32 литрге кетіп қалды. Жоқ, тіпті бак түгел кетіп қалды. Шамамен километр, 100 километрға 12-10 сондай жеп тұр ғой. Сосын не айтайын деп едім еще. Тағы келген ақым бойынша, яғни келуге барлық заказдармен жаңа Бейнеуге, сосын Құлсарыға, сосын Атырауға ма? Қай жерге алып едім? Сол заказдардың барлығы, Чапаевқа, сол заказдардың барлығы 58.500-ге шықты. 58.500. Жолда расход газға көп кетіп қалды. Негізі газға көп кетіп қалды. Сосын тамағымен, шамамен келуіме 42-43 мың ақша тауып тұрмын ғой. Бірақ ол 43 мың қалай ойлайсыздар, өте аз ба? 1400 шақырымға, 1500 шақырымға өте аз негізінде. Кем дегенде келген кезде, жоқ дегенде бір 80-90 мың табуым керек қой, яғни бір конецқа. Осында кері қарай сол санат шығаруым керек қой негізінде, в идеальном случае дейді ғой. Сондықтан мен ойлаймын, бұл жай ғана саяхат. Саяхаттың шығынын өтеу, яғни жол бойы өзінің шығынын жауып келеді. Саяхат өзінің шығынын жауып келеді. Және енді қонақ үй еш нәрсе жалдап жатқан жоқпын. Тек енді ішу тамағым болды. Басқа маған расход кетіп жатқан жоқ өзіме. Қонақ үйім міне. Осылай. Көреміз енді, кері қарай жүк қарап отырмын. Бүгін күні бойы, күн ұзаққа сонымен айналсам, жүк қараумен айналсам, болса болады, болмаса енді өкінішке орай солай кетеміз. Солай. Аққулар келіп отыр судың жағасына.
Адамдар фотоға түсіп отыр қасына барып. Күн жел. Сағат 12:08. Заказ жоқ. Іздеп жатырмыз дегенде жатырмыз күтіп. Басқа қандай амалдары бар білмеймін. Іздейтін. Солай. Уже настроение көңілге түсіп бара жатыр. Ештеңе шықпайтын сияқты кері қарай. Бағанадан бері зырғанай алмай жүр. Желді ұстай алмай жүр. О. Параплан дей ма, не дейді бұны? Мына жақта Шопан ата мешітінің қасында осындай ескі ғимарат бар екен. Мешіт деп ойласам, мешіт емес, кесене ма? Бір нәрсе. Мына жерде Шопан ата мешіті. Мына жерде осындай ғимарат бар. Жалпы осы мешіт жалпы Ақтауды екіге бөліп тұрған сияқты. Мына жақта ескі үйлер, Совет үкіметінің кезіндегі. Мына жақта заманауи 15 қабатты, 16 қабатты бар. Шынымен де екіге бөліп тұрған сияқты. Неке осындай көне кесенеге ұқсайды жалпы. Судында деп айтады сұрау бар. Уақытта таяғандай күнәмдұғар. Мешітке апармаған аяқтарым, жәннатқа бастай мекен күмәнім бар. Талай ауыр сөз айттым өкінішті. Өтіріктің лаулаған өрті күшті. Құранды оқымаған ауыздарым қабірде не айтады? Қорқынышты. Жалған өмір осылай аталама. Адамзат уайымсыз жаталама. Өмірдегі еңбегің алатұғын, өлгендегі 2 метр мата ғана. Ал, бисмилла. Түнде шығатын болып шештік енді. Негізі күнде шыққым келіп жатқан. Түнде шығып кететін болып шешім қабылдадым.
Неге десек, мен ойладым бүгін күндіз күні бойы жүріп, былай жүріп, жүктер тиеп алам деп ойлағам. Бір жүк шығады деп, бір-екі жүк шығады деп. Онымен ешқандай жүк болмады. Сонымен күні бойы ұйықтадым. Ұйықтадым дегенде телефонның уведомлениесін қосып қойып ұйықтадым. Сонымен болмады ештеңе. Сонымен болмағасын көңіл күйде жоқ. Қатты бір желание да жоқ, мотивация да жоқ қалатын. Бәрібір таң сәрімен кететін ой ғой бәрібір. Ақтау мен жалпы Атыраудың ортасы жақсы ғой, екі ортасы, жолдары жақсы. Сондықтан түнде жүруге болады. Жайлап бәрібір прицеппен жүремін, асықпай жүремін. Сондықтан оданша жүре берейін деп шешім қалды. Жолға енді ұйқы баспас үшін чипсы алып алдым. Әдейі ұйқы баспас үшін кішкене езгілеп жеп отырасың. Киномыз жазып қойдық. Бұйырса қазір ауыз жасарын тамағымызды, донорымызды салып алып жолға шығамыз. В наборе есть крафтовый пакет, поэтому это уже готовый подарок. Но главное, конечно, сам сукачай. Это чайные листья, пропитанные соком свежих. Жетібайға келіп қалдым. Сәл-пәл мына навигатор істемей қалып. Жаңаөзенге қарай асып кеттім байқамай. Развернитесь. Мінекей бұрылайын деп жатырмын қазір. Кері қарай айналамыз. Жетібайға мешітке белгілеп қойғам. Мешіттен Құтан оқып алып ары қарай ұратын. Сәл-пәл осындай қателіктер шығып қалып жатыр, навигатор жасамайды. Жаманы тағы да сол круиз контроль жасамайды. Ал, бисмилля, кеттік, көреміз. Бұрында ескі киноларды жазып алып едім. Андай ғой. Видик қарап кеткен сияқтысың машинада. Жолдамыз, Жетібайдан өтіп кеттік. Шетпе алда. Режиссер Самахонг. Шетпеден кейін тіке бейнеу. Даже девочка из бара может вести достойную жизнь, а ее поведение было изначально предосудительным. Возражение не принято. Чтобы сэкономить время и деньги налогоплательщик, мой клиент сошлется на формулу нового контендера. Шетпеге де келіп қалдық, шетпе. Күндіз әрине әдемі көріністер, бірақ ол жоқ. Киномен шетпеге де келіп қалдық. Қазір газ жасап аламыз. Содан кейін ары қарай. Паркет трещит, потому что 90 жылдардың вайбымен 80 жылдардың Жармышқа да келіп қалдық. Жармыш. Баяғыда осы Джеки Чан напряженно қарап отыратын. Дәл солай. Баяғының вайбын беріп отырсын. Я вам покажу самый сок. Боранқұлдамыз, Боранқұл. Наш гуру сейчас. Боранқұлдан осыны намазбек күттік. Намаз оқып алдық. Бұйырса енді алда Майкөнген, Құлсары, сосын Тасур. Бұйырса көреміз. Құлсарыға жетіп құлаймыз ба, кішкене ұйықтап аламыз ба Құлсарыға жетіп. Немесе Тасурға жетіп. Күші болса жетерміз. Нормально болсақ. Әзірге келе жатырмыз. Аман-есен, нормально. Қайырлы таң дейін ба? Сағат 12-ден 20 кетті. Мен кеше осы жерге келіп
ұйықтап қалдым. Бұл жер дейтін Майкөмген деген ауылда. Осы ауылда ұйықтап қалдым. Жаңа таңдама Озбекті келіп ұйықтап қалдым. Енді Дасорға дейін өріп жеміз енді. Ал Құлсарыға да келіп қалдық. Күн осылайша қарай тұр, жарық болып. Құлсарыға келіп қалдық. Бұйырса едем дальше ғой. Все, погнали, Андрей. Дасорға келіп, Дасорға. Трогаюсь. Ощущение как с обычным легковым. Дасорға жеттік, аман есен. Ал Дасордамыз. Дасордан демалып алып, ауыз ашып алып, шығып батырмыз біз. Осылай тенттің алып тастадым. Әйтпесе жолда жел ұстап тұр. Бәрі бос кетіп жатыр. Көреміз енді тент алып тастап осылай қалай барады екен. Темірлер түсіп қалмасы екен. Секіргенде. Опа! Жел ұстамас үшін әдейі осылай жасап жатырмын. Жетіп алу керек жайлап. 80-90. Демалып күндіз шығам ба деп едім, бірақ ұйықтай алмайтын сияқтым бәрі. Ұйқым қанып қалды. Бана күндіз демалып жақсылап демалып алғасын. Осылай жеңіл болатын сияқты. Ақтаудан бері қарай осылай жасауым керек еді деп ойлап жатырмын ғой. Негізі жеп тұр, газды жағып тұр. Көлікке де күш салып тұр кішкене. Енді тек темірлер түсіп қалмаса болды енді. Дасордан шығып кеттік, кофеміз салып алып. Очень дискомфортно, очень дискомфортно. Бір нәрсеге өкініп кетірім ше. Неге мен Ақтаудан бері қарай осылай тентін алып тастамадым деп кетірім ғой. Рахат қой. Жеп жеңіл болып кетір кәдімгідей. Нені ұстамайды, жел ұстамайды кәдімгідей. Басым жасамайды ғой. Осылай тентін алып та, осылай келгім келген. Жарайды. Зато үйге барғанша осылай жеңіл барамыз енді, Алла қаласа. Бір өкініштісі бос келе жатырмын. Қазір бұйырса енді Атырау. Индерға дейін ғой, енді Индерға дейін тоқтамастан ұрып тастау керек, бұйырса. Тоқтамастан жүріп тастау керек. Индерға барып бір демалып алып, ары қарай сойып отыру керек қой. Ертең енді бұйырса бұның тентін алып тастап басқаша жасайын деп ойлап тұрмын каркасты. Алды, арты ашылатын қыл. Алдын ашық қойып, жел өткізетіндей, ортасынан жел өткізетіндей қыл. Олай бос кетқанда сондай өздерде немесе андай жүктер болады өзі бір. Қатты изоляция керек емес жүктер болады, соларды салғанда деген сияқты. Сөйтіп істеймін деп ойлап тұрмын, бұйырса. Бірақ бар ғой, кәдімгі әдемі келеді, 90-мен жүріп, керемет жүріп жатыр. Жеңіл машинасы бос кетқан сияқты. Ешқандай салмағы білінбейді бір есеп. Ал Атырауға да келіп қалдық. Жақсы келе жатырмыз, жаман емес. Қазір бұйырса бір қара жөрі керек, тентті таспен бастырып қойғам. Тентті бір қара жөрі керек, болса
Болды, соны бұйырса еден дәл шығып ары қарай ұра береміз ғой. Кейінге шекара қызметкерлері бар. Міне бұндай рұқсатнама қағазы да беріледі. Приднестровье деген бұл не? Қайдан шыққан ел бұл? Яғни бұл жерде Днестр деген өзен ағып өтеді, және бұл аймақ Днестрдің қасында, яғни Приднестр деген сияқты. Приднестровье дегендей Днестрдің бойында деген сөзде шығады. Кеңес одағы ыдырағанда Молдов Аллаға шүкір, индрайвер. Индерге келдік, Индерге. Индерборға жетіп алдық. Бір аялдап, демалып, есіміз жинап, жуынып, шайынып, келесі марш просопқа дайындаламыз. В общем, Индердамыз, Нефтекте. Разваливается. Газ. Газ жасап аламыз, полный. Жолға бір нәрсе асып алу керек. Какао ма бір нәрсе үшін. Сонша. 8 қалам қойып. Толтыр жүріңіз, толғанша. Несімен ұнайды десең, осылай намазханасы бәрі бар, короче. Мини-отель бар. Еждіғана, намазхана. Бәрі бар. Міне Индерден шықтық. Қармен бірге еріп бітетін жолдарымызға келдік. Нервыңа тиеді осындай ше. Не істейсің енді? Амал жоқ. Осылай жүресің біраз жер. Және оның үстіне шаршап келе жатқанда саған добавка болады. Әдемі добавка болады. Аман-есен жетсек болды. Алла қаласа. Иншалла, Алла қолдап. Солай. Бұны жөндей ме, жөндемей ме? Аллаху алам. Құдай біледі. Жалпы Тайпақтан асып кеттім. Чапайға 120 километрдай бар, 120 шақырымдай. Күн осындай болып кетті, тұман. Әрі жолда нашар, шоқалақ. Одан осылай. Білмеймін қазір енді Алла қаласа Чапайға жетіп, демалып, 1-2 сағат демалып алып, сосын ары қарай оралға жайлап шығатын шығарып. Таң атты. Қалаға шамамен 50 шақырым қалды. Ұйқы қысып баратыр енді. Терезені ашып қойдым. Біздің жақта қар, қыс, қар еріп жатыр. Сондықтан тұман күн дейтін. Сәл қалғанда енді білмеймін, ұйықтап қалмайтын шығармын. Көлікті қойып ұйықтап қалсам қызық болып кетпей ма? Бұйырса енді соңына дейін, үйге дейін терезені қайта-қайта ашып қойып жатыр. Прицеп сынып жатыр уже. Прицептің үстіндегі сеткасы сынып жатыр. Бос сүйрегесін. Тентсіз сүйрегесін. Да. Оның бәрі жолдардың кесірі. Жол деген енді білмеймін. Мына біздің Батыс Қазақстан, Оралдың жолы ешқайда шыға алмайсың. Не былай да шыға алмайсың, не былай да шыға алмайсың.
шыққанның өзінде мынау жолдары. Ал Оралға келдік. Күн тұман. Ештеңе көрінбейді. Бірақ келдік Оралға, Аллаға шүкір. Аман есен. Енді Оралдың, қаланың ар жақ шетіне жетіп алу керек. Сосын үйге барып жуынып шайынып ұйықтау керек. Как положено ұйықтау керек. Аллаға шүкір. Аман есен келдік. Қазір үйдің алдына барғасын концовкасын жасап видеоның. Сонымен видеоны аяқтаймыз. Бұл видео ұзақ болды. Ал мінекей сапарымыз аяқталды. Аман есен келдік. Бас мен зең дым түсініп тұрған жоқпын. Миым ашылып. Ар жаққа, бер жаққа 3000 километр жүріп келдік қой. 3000 километр. Шамамен бір апта жүрдім. Бүгін енді әбден шаршадым. Түнімен жүрдім. Бірақ енді ұйықтап, асықпай келетін болсаң, принципе жүруге болады. Сонымен не айтайын? Жалпы бұл жай ғана саяхат болды деп есептеймін. Жүк тасып келдік, бірақ одан бір пайда көрген жоқпын. Барып келген шығыным да өтеді. Отель жалдаған жоқпын. Басқа көп артық ақша шығын жұмсаған жоқпын, тек жанар жағармайға және неге тамаққа болды. Басқадан ақша жұмсалған жоқ. Алда жоспарлар көп. Енді бұйырса тағы да контенттер бола жатар. Мен ойымша әдемі контент болды деп ойлаймын. Енді барынша қазақша сөйледім, барынша тырыстым. Тағы не айтайын. Жалпы сапар күшті болды, керемет болды. Енді анда-санда осылай сапарға шығып тұрмасам, бір ішім ауыратыны бар. Анда-санда осылай сапарға шығып келіп, ел аралап, жер аралап деген сияқты. Қазақстанды толық аралап біткен жоқпыз әлі, аралап керек. Барлықтарыңызға сәттілік, сапарда жүргендердің сапарларыңыз оң болсын. Және де жоспар бар, алда уақытта көп жоспар бар. Енді бұйырса Алматыға шығып көреміз әлде. Өйткені сол жаққа жақсы деп жатыр. Ақтауға көбінесе осылай барасың, ана жақ енді ең шеткі қала ғой. Ол жақтан кері қарай таба алмайсың дейді көп. Содан кейін енді микрофон алуым керек бұйырса. Микрофон бар, бірақ китайский. Шамалы. Дауысы ондай қатты жақсы жазбайды, таза жазбайды. Және тағы бір ойым бар, сіздер комментарияға жазып кетіңіздерші. Мына көлігімді, осы көлікті ауыстыруға. Қазір суретін салып кетем. Renault Espace минивэн. Жалпы өзім минивэн қалап жүрмін негізінде ше. Сол минивэнге ауыстырсам ба деп ойлап жүрмін. Сіздер қалай ойлайсыздар? Сіздердің ойларыңызды жазып кетіңіздер. Және енді прицеп шашылып қалды енді қазір. Сеткалары, жаңағыдай нелері тентті алып тастағанның кесірінен қазір көрсетейін. Сеткалар барлығы шашылып қалды. Мынау соңына дейін келді, әйтеуір түсіп қалмай. Мынау шашылып қалды, мынау түсіп кетті. Анау түсіп қалды. Бірақ қатты қорқынышты емес. Оларды істеуге болады. Мәссаған, мынауның өзі түсіп қалды. Бұның барлығы неден деп ойлайсыздар? Бұның барлығы жолдың кесірінен. Біздің Қазақстанның жолының кесірінен.
біздің Оралдан шығу мүмкін емес қой. Қазақстанның жолын жөндеңіздерші. Жолдың кесірінен бұның барлығы. Жол тегіс болса, оның барлығы түспейтін еді, сынбайтын еді, секірмейтін еді прицеп. Әрине барлық жол бойы секіріп келген сен, ананың барлығы түсіп қалған ғой. Жарайды, өмір жалғасады, көреміз қалған ары қарай. Бұйырса әдемі сапар болды деп ойлаймын, әдемі контент болды деп ойлаймын. Ал мен кеттім ұйықтауға. Алла қаласа көріскенше келесі видеоларда. Және де айта кететін нәрсе, көңіліңіз ойлап қалмаңыздар, дінді пропагандировать етеді, то есть бір насихат жасау мақсатында деп қалай бар солай көрсетіп жатырмыз. Және дұрыс түсінулеріңізді сұраймын. Дін ол шектеулі нәрсе емес, яғни қалай айтсам болады, бір өзінше бөлек нәрсе емес, ол кәдімгі өміріміздің бөлшегі. Сондықтан Алла берекет берсін өмірлеріңізге. Келесі видеоларда көріскенше Алла нәсіп етсе, көп просмотр жинаса.